Hi everyone. Бүгін біз дауыссыз әріптерді өтеміз. D, F, X, M. D, D, F, F, X, X, M, M деп оқылады. Doctor, fox, taxi, mad. H, N, P, L. H әріпі Х, қазақша. N әріпі Н, P әріпі П, L әріпі Л. Hen, pen, lion, nest. V әріпі В, W, U, Q, K, Z, Z деп оқылады. Vase, water, queen, zebra. C әріпі екі түрде оқылады. С және К деп. С деп қай кезде оқылады? Егер де өзінен кейін I, Y, E әріптері келсе, С деп оқылады. Мысалы, ice, rice, face, nice. Қалған жағдайларда К деп оқылады. Cat, corn, come, cut, candle. G әріпі де дәл сондай. Дж деп оқылады. Егер де өзінен кейін I, Y, E әріптері келсе, мысалы, gentle, gym, cage, page. Қалған жағдайларда Г деп оқылады. Мысалы, game, grape, green, grass, bag. Егер де G, H әріпі қатар келсе, F деп оқылады. Enough, laugh, cough. I, G, H әріпі қатар келсе, I деп оқылады. Night, light, night. G әрпі оқымай қалады. S, H әрпі қатар келсе, Ш, brush, crush, shine. C, H келсе, Ч деп оқылады. Pinch, reach, teach. C, K келсе, К деген деп оқылады. Black, duck, clock, bucket. N және де G әріптері келсе, қазақша дегенді білдіреді. Bring, ring, kingdom. T, H келсе, Z, S деп оқылады. This, that, three, thank. K, N келсе, K оқылмайды да, N әрпі ғана оқылады, N деп. Knee, know, unknown. Knee, know деп оқуға болмайды.